Аймақта құсбегілер арасында республикалық турнир биылда жалғасын тапты. Қазақтың ұлттық болмысын ұлықтауды мақсат еткен сайыс Сасай мен Сантас тауларының етегінде өткізілді. Додаға 9 облыс пен Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларынан келген құсбегілер қатысты. Тақырыпты Еркебұлан Смадияров тарқатады. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген құсбегілер Сарыөмір ауылында бас қосты. Жайық өңірінде екінші мәрте жалауын желбіреткен жарыс көпшіліктің қызығушылығын тудырғаны байқалады. Турнирді тамашалауға жергілікті тұрғындардан бөлек өзге аймақтардан, тіпті шетелден де қонақтар келді. Я приехал из города Набережный. Мен Татарстаннан келдім. Қазақстанда құсбегілер арасында турнир өтетінін әлеуметтік желіден білдім. Бізде құсбегілікпен айналысатындар өте аз. Мен бүркітті өз көзіммен көргім келетін. Батыс Қазақстан облысынан сол үшін келдім. Жарыс маған қатты ұнады. Біріншіден сайысқа керемет орын таңдалған. Екіншіден құсбегілердің шеберліктері таңдай қақтырады. Бекзада өнерді кейінгі ұрпаққа насихаттап жүрген құсбегілердің бірі көкшетаулық Үмітхан Тастабеков. 60-ты алқымдаған ақсақал бүркіт баптағалы 40 жылдан асқан. Қазыналы қарияның әңгімесі әсерлі. Жастарға өнегесін айтып, оң бағыт бағдар көрсетіп келеді. Сайысқа жеткіншектерді ерте келген. Жер көрсетіп, осы балаларға ақыл кеңесі беріп жатқан өзімде қуанам. Келешек ұрпақ жастардікі дейді. Осы жастарымыз жақсы нәтиже шығарып келе жатыр. Мына бүркітімнің аты Ақсеңгір 12-ден 13 жасқа шығады. Бұл бірнеше жарыстарда енді Алланың берген мақтаншылыққа жазбасын, сол ортада топ 5 бүркіттің ішінде қалып жүрген бүркіт. Енді бізге осы келешектегі ұрпақтарға үкіметіміз, елбасымыз Алла жазса қолдау көрсетіп, осы жоғарғы деңгейде шет мемлекетте көрсетуге Алла тағала нәсіп етсін. Жарыс Сасай мен Сантас тауларының етегінде ұйымдастырылды. Ауылдан тауға барар жолда құсбегілермен аңшылық тақырыбында сөз қозғадық. Бүркітшілер қатарында өзге ұлт өкілдері де болды. Павлодарлық Максимнің қазағы кәсіпке деген ынтасы ерекше. Әкесі кәріс, анасы орыс. Ол құсбегілікті досынан үйренген. Бүркітпен қатар тазы мен жылқысы барын айтты. Досым бар, Бекболат. Бекболат сол өтеді. Оған да рахмет. Тазы бар, жылқы бар. Шығамыз. Далада нағыз қан сонар сәт, аңға шығуға ең қолайлы уақыт. Алайда ақ түтек боран қырандардың самғауына біраз қиындық тудырды. Далада күн боран, желдің жылдамдығы 20 метр секундтан асады. Күн райының қолайсыздығы құсбегілерге кедергі келтіріп жатқандығы жасырын емес. Жарыстың алғашқы кезеңі бүркітті қолға шақыру. Менің қолымдағы бүркіт 2 жаста. Бұл тапсырманы сәтті орындап шықты. Турнирдің өтуіне жергілікті өлкетанушы Айболат Құрымбаев зор үлес қосты. Әлеуметтік желілерде үндеу жариялап, кәсіпкерлер есебінен жүлде қорын жинады. Жарыс арқылы ұлттық болмысты ұлықтау көзделген. Алғашқы кезеңде құсбегілер бүркіт қаршығаларын қолдан ұшырып, қайта қондырудан шеберліктерін байқатты. Қанатын қомдаған қыран қиқулаған иесінің дауысын танып, қайта оралуы тиіс. Жайық қыраны атты республикалық турнирде Орал қаласында өтіп жатқан жарысқа 13 бүркітші қатысып жатыр. 13 бүркітші 11 облыстан. Енді ауа райының қолайсыздығын өздеріңіз көріп отырсыздар. Біз сол ауа райына қарамай осындай жарыс жасап жатырмыз. Құсбегілік даму өте қарқынды, жақсы дамып келе жатыр. Әсіресе қай облыстар? Алматы облысы, Ақмола облысы, Жамбыл облысы. Бүркітке айқайлап жекіруге болмайды. Қыран мұндайды ешқашан кешірмейтін көрінеді. Ашуға булықса, оны қайта ырқына көндіру қиынның қиыны. Құсбегінің қолғабы сиырдың терісінен жасалады. Әрі барлық құсбегіде арнайы жем қалта болады. Дорбадағы ет сүйекті болуы керек. Себебі қыранға құр ет берсе, аңшылыққа құлықсыздық танытып қалуы мүмкін. Құсбегілер қыранды түз және қолбала бүркіт деп екіге бөледі. Алғашқысы торға түскен құс, ал екіншісі ұядан балапан кезінде алынған тас түлек. Бүркіттің әрбір тырнағы түрлі қызмет атқарады. Ең мықты тырнағы тегеурін деп аталады. Ал енді тегеуріннен кейін мұны жем басар дейді. Алдыңғы саусағы. Алған жемін осы саусақпен басып үзіп жейді. Ал мұны сығым дейді. Ортадағы сығым дейтін күш салған кезде ең бірінші ұзын саусақ осы, бір нәрсені сыққан кезде, бүрген кезде осы саусақпен сығады. Ал мұнан енді бір жерде шеңгел дейді, бір жерде ілмек деп атады дейді. Бір затты іліп қалатын сол саусағы мұна. Бұның да қызметі күшті.
2 күнге созылған жарыс 5 кезеңді қамтыды. Саятшылар өткір тырнақтыларды қолға шақырудан бөлек еркін ұшыру, шырға тарту және аң аулау сайыстары бойынша сынға салды. Турнир нәтижесінде бүркітшілер арасында Нұр-Сұлтан қаласынан келген Серікбай Күнтуғанның алғыр атты қыраны ең көп ұпай жинады. Ителгі баптаушылардан оңтүстік Астанадан келген Қуаныш Исабековтың бағы жанды. Ал қаршығалар арасында тағы бір алматылық Сағыныш Баятбайдың көк жендеті озық шықты. Еркебұлан Смадияров, Алмас Әдиев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.